Сағат 20:00-де еліміз бойынша 15 өңіріндегі сайлау учаскелерінде дауыс беру аяқталды. Енді аталған учаскелерде комиссия мүшелері бюллетендерді санауға кіріседі. Қазіргі уақытта 5 өңірде. Атап айтқанда, Ақтөбе, Атырау, Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Қызылорда облыстарында дауыс беру жалғасып жатыр. Бұл өңірлерде дауыс беру жергілікті уақыт бойынша сағат 20:00-де, Астана уақытымен сағат 21:00-де аяқталады. Міне 19:59 менде кезектен тыс президент сайлауына соңғы дауысымды беріп үлгердім. Жергілікті уақытпен сағат 8-ден бастап дауыс беру уақыты тоқтатылады. Қазір еліміздің барлық сайлау комиссиясы үшін ең жауапты кезең басталды. Олар күні бойы жиналған дауыстарды саралап, қорытындысын шығарады. Белсенділік танытқан бестікте Жетісу облысы да бар. Оның 662 мыңға жуығы жетісулықтар. Бүгінгі таңда біздің сайлау учаскесіне шетел бақылаушылары да келіп тексеріп кетті. Ешқандай артық қимыл әрекет болған жоқ. Бәрі ойдағыдай өтті. Кешкі сағат 20:00-де сайлау учаскесі жабылды. Қазіргі таңда сайлау учаскесінің дауыс санау рәсімі өтіп жатыр. Жалпы облыс бойынша 450-ге жуық сайлау учаскесі бар. Оның ішінде 58-і Талдықорған қаласында жұмыс істеді. Бас аяғында сайлау комиссияларының 2992 мүшесі жұмыс істеген болатын. Бізде әзірге ақпарат осы. Аялым Сансызбаева, Надир Хамзин, Жетісу арнасы.